күнәнің жолында жүретін болса, дозақ оны маған кірсе екен деп талап қылып тұрады екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 6-шы дәрісіміз. Ва ан Алийин радийаллаху анху ман кана фи талабил илми канатил джаннату фи талабихи ва ман кана фи талабил маъсияти канатин нару фи талабихи. Халифалардың 4-шісі болған Хазіреті Али радийаллаху анху былай дейді: кімде-кім ілім талабында болатын болса, жәннат оның талабында болады дейді. Бұл не дегені? Кімде-кім ілім талап қылып жүрсе, үнемі ізденісте болса, жәннат ол адамды талап қылып тұрады екен, маған кірсе екен деп. Өйткені ілім тал бесіктен жер бесікке дейін дейді. Мұсылман адам үнемі ізденісте болады, үнемі өзін жетілдіріп отырады. Ал енді кімде-кім күнәнің талабында болса, дозақ оның талабында болады дейді. Кімде-кім жасағаны күнә, үнемі күнәнің жолында жүретін болса, дозақ оны маған кірсе екен деп талап қылып тұрады екен. Сондықтан, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: мұсылман адамның 2 күні бірдей болмайды дейді. Яғни, мұсылман адам бүгінгі күні жіберіп алған олқылықты ертеңгі күні қайталамайды. Мұсылман адамның ертеңгі күні бүгінгі күніндегі жетпеген жетістіктерін ертеңгі күні толтыруға тырысатын адам болады. Үнемі ізденіс үстінде болады. Сондықтан әрдайым, яғни өміріміздің соңына дейін ілім талабында, ілім іздеушілерден болуды Алла Тағала нәсіп етсін. Күнәдан Алла Тағала біздерді сақтасын.